Ленинді жеңген қазақ. 1920 жылы Лениннің басшылығымен өткен халық комиссарлары кеңесінде жер бөлу мәселесі талқыланды. Қазақ шекарасын айқындап, өзгеден арашалап қалу міндеті Алаш партиясы негізін қалаушылардың бірі болған жас ғалым әрі саясаткер Әлімхан Ермековке жүктелді. Кеңесте Лениннің жанында болған Сталин бұл территорияларға қазақтың иелік етуіне түбегейлі қарсы шығады. Басты баяндаушы болған Әлімхан Ермеков бұлтартпас деректер мен нақты фактілерді келтіре отырып, Каспий жағалауы мен Ақмола өңірі қазаққа тиесілі екенін кеңес үкіметі алдында дәлелдеп шығады. Пікірталас бірнеше сағатқа созылып, түбінде небәрі 29 жастағы Әлімхан Ермеков сөзінен қайтпай, халық комиссарлары кеңесіне өз дегенін мойындатады. Бүгінгі әлемдегі 9-шы территорияның қазығы осылай қағылған.